Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді үйде ет болмаған кезде, яғни етсіз де котлет дайындауға болатынын сіздерге көрсеттім. Видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен котлеттің гречкасын суға пісіріп дайындап аламыз, яғни 2 кішірек кесемен гречка алдым, оған 3,5 кесе су құйып, тұз салып пісіріп және суытып аламыз. 3 ас қасық сметана, қаймақ, яғни кез келген процентта. Гречкамызға котлетке қосатын сәбіз бен пияз қажет болады, бір-бірден, және 2-3 сарымсақ, 2 шикі жұмыртқа қосамыз. Ал мына көкөністеріміз пияз, сәбіз және помидорымыз. Бұл соусына, яғни піскеннен кейін біз жеке соусын пісіріп аламыз. Егер қызанақ болмаса, онда томат пастасын қоса берсеңіздер де болады. Сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Теркадан. Сәбізді толықтай өткізіп алдық. Енді пиязды ұсақтап тураймыз. Пияз бен сәбізді жақсылап қуырып аламыз, сарымсақ үшеуін. Сарымсақты да ұсақтап турап алдық. Табамызға кішкене ғана сумай құйдым. Енді пияз бен сәбізді қуырамыз. Сәбізді де бірге салып жіберем. Пиязбен бірге пісе берсін. Кішкене тұз сеуіп қуырасыздар. Және қара бұрыш сепсеңіздер де болады. Сәбіз жұмсарып піскенше қуырып аламыз. Сәбіз жұмсарып пісе бастаған кезде сарымсағымызды саламыз. Сарымсақты шала ғана қуырамыз, өйткені котлеттің арасында сарымсақтың дәмі шығып тұрса дәмді болады. Кішкене ғана араластырып қуырып аламыз, одан кейін отты өшіреміз. Сметанамызды қосамыз. Қуырып алған сәбіз бен пиязымызды қосып, және тұз себеміз, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Гречканы суға қайнатып жатқан кезде, ол кезде де тұз сепкенбіз. Енді тағы да тұз себеміз, өйткені гречкамыз өсіп, тұзы азырақ болып қалыпты. Сіздер де өздеріңіз көресіздер татымына қарай. Және қара бұрыш қоссаңыздар болады. Алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін блендермен кішкене ғана араластырамыз. Алдымен осылай бір келкетіп қасықпен араластырып алдық. Егер блендерларыңыз жоқ болса, қыздар, онда мынандай картошка езгіш толкушкамен осылай езіп кішкене араластырып алсаңыздар да болады. Блендер міндетті емес. Енді блендермен кішкене езіп аламыз. Блендермен кішкене езіп алдым. Қолымызды кішкене майлап аламыз. Енді үлкен қасықтың көмегімен котлеттің формасын дайындаймыз. Қолымызға алдық. Гречканы мен блендермен толық езген жоқпын. Сонда да формасын ұстайды. Блендер болмаса да сіздер жаңағы толкушкамен де езіп алсаңыздар болады, яғни картоп езгішпен. Осылай формасын дайындадық. Енді қастарыңызға ұн дайындап алыңыздар. Ұнға осылай
аунатып майға қуыра береміз. Осындай котлеттерімізді жасап аламыз. Котлеттің бәрін алдымен осылай дайындап алсаңыздар болады, одан кейін барып бірағынан майға қуырамыз. Май құйып алдық, өте көп құймайсыздар. Қызғаннан кейін котлеттерімізді салып қуырамыз. Гречка піскендіктен котлеттің тек қана сыртын қуырып аламыз. Асты қызардау дегенде екінші жағына аударамыз. Осылай барлығын қуырып аласыздар. Шамамен екі жағын қуырып алғанға 2-3 минуттан уақыт кетеді, сонда жалпы уақыты 6 минут уақыт. Енді подливасын қуырып аламыз, яғни соусын өте аз ғана май құйдық. Алдымен пиязымызды салып, пиязды сақтап турап алдық, және тағы бір сәбізімізді теркадан өткізіп алдық. Екеуін бірге салып қуырамыз. Кішкене тұз себеміз, және жарты шай қасықтай паприка қосып жібереміз. Енді сақтап туралған қызанағымызды салып, қақпағын жауып, кішкене қуырамыз. Қызанақ езіліп пісе бастағанда кішкене су құямыз да, қақпағын жауып, 1-2-3 минут қайнатып аламыз, болды сонымен. Соусымыз дайын. Подливамыз дайын болды. Осындай өте дәмді подлив болады. Отты өшіреміз. Осылай котлеттерімізді дайындап алдық. Сәндеп, әдемілеп салып қойдық тарелкамызға. Қасына соусымызды салдық және қаймақ салып қойдық. Осылай да ұсынсаңыздар болады. Сіздерге жақыннан көрсетейін котлетімізді. Котлеттің сырты сондай хрустящий, қытырлақ, сондай дәмді болып тұр. Осылай соуспен немесе қаймаққа да осылай жағып берсеңіздер болады. Өте дәмді болады, құрамы қарапайым, қыздар барлығы үйден табылатын заттар. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжарқан, сау болыңыздар.